өте қиын ғасыр болды. Ауыл түрмегі заманында қазақ халқының жер бетінен құрып кету қаупі туып тұрған еді. Сол кезде алаш зиялылары барлықтары бір жерге жиналып, өздері алаш туының астына шоғырланған еді. Сол кездегі қалғанша жарты жанған мен сенікі пайдалан шаруаңа жарашалы алаш деп бүкіл алаш халқына ұран тастаған Міржақып Дулатов болатын. Міржақып Дулатов 1885 жылы қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. Жастайынан 2 жасында анасынан, 12 жасында әкесінен айырылған Міржақып ағасының қолында тәрбиеленеді. Жастайынан зерек, оқуға құмар болып өскен Міржақып Торғай орыс қазақ училищесін бітіреді. Алғашқы еліне қызметін ұстаздық қызметтен бастайды. 1913 жылы қазақ Айқап газеттерінің шығуына өз үлесін қосады. Міржақыптың қазақ әдебиетінде қосқан үлесі өте жоғары. Міржақып Дулатов елім, жерім деп жүрген кезде қылыштан қан тамған қызыл әскердің назарына ілінеді. 1928-35 жылдарында азапты күндерде Абақтыда 1935 жылы қаза табады. Оның сүйегі тек қана 1996 жылы елге жеткізілді. Міржақып Дулатов 1988 жылы толығымен ақталып шықты. Елім деп бүкіл өмірін, бүкіл өзінің білімін арнаған алаш зиялыларына әрқашан тағзым етеміз. Міржақып Дулатов, елім-ай, ен таба алмай дертіңе мен ертеден, сол бір қайғың өзегімді өртеген, тырп етпейсің бас көтеріп көрпеден, еңсең неге түсті мұнша елім-ай. Өткен сағым келер алдың бір мұнар, қызыл шылсың қызарғанға тым құмар, саттан деген сөзді жан жоқ шын ұғар, жемге шапқан қармақ құрса елім-ай. Қандай едің қара кейін қайрылып, қандай едің тұрсың одан айрылып, мүгедек боп қос қанатын майрылып, өксіп жылап өгей ұлша елім-ай. Мұны құр бос өлең десең өзің біл, жұрт болмаймын өлең десең өзің біл, не болса да көлем десең өзің біл, босағада жүрген құлша елім-ай. Түзелесің қашан жұртым оңалып, тіл алмасаң кетпейсің бе жоғалып, қайтер едің өткен дәурен оралып, жылы жүзбен мойның бұрса елім-ай. Сол күніңді көрсем менің арманым, жоқтамасем өзге тілек қалғаным, сұм жүрегім селк етпейді жалғаным, бұл мінезің бойда тұрса елім-ай. Vokzal basında türmenin temir torlu teresinden tutkunlarga arnalgan vagonun işinen turan akemde görgende ko'nglim solmay bolsa ne aytarımda ne yig'larimda bilmay öndemey qatıp turdum, biroq ko'zimdan yosh so'rg'ilay berdi. Әкесі мен қызының бұл расында ең соңғы кездесуі еді.
Ол кезде 11 жастағы қыз әкесінің қайда, не үшін, қанша уақытқа кетіп бара жатқандығынан хабарсыз еді. Қыздың шешесі де Ғани Жамал өзінің сүйген жарының болашағына, тағдырының қалай боларынан хабарсыз еді. Міржақып айдалып кеткелі, жүдеп, жадап, үш құса болып жүрген Ғани Жамалдың серген сәті осы еді. Серген емес, нағыз, бақытты, ең қимас, ең аңсарлы күндері осы болды. Міржақып кел десе, бұл дүниенің ең қиыр шетіне де баруға әзір болатын. Міржақыпты өз еркіммен таңдадым, сүйемін, оның жолында басымды құрбан етуге де дайынмын деп неке сертін Ғани Жамал ешқашан ұмытқан емес. Қалайша ұмытсын? Міржақып 6 жылға жуық көрмеген Ғани Жамал Сосновецкіге жүрегі лүпілдей аттанады. Сағыныш та бар, қуаныш та бар. Міржақыбым қандай болып жүр екен деген қобалжу сезімі де бар. Түрмедегі көріністен үзінді. Жамалым, жарым, жағдайың жақсы ма? Ел жұртым, ауылы шаман ба? Гүлнарым қалай? Қарлығашыммен. Қорлықпен алып кеткен жерін көріп, қиналып, қоштасқан еді. Айықты ма? Ел жұртымаш, балаларым. Гүлнарым бой жетіп қалды. Сенің үйге оралуыңды сағынышпен күтуден. Әлихан ағам сәлем жолдады. Арысым-ау, ауырып қалғансың ба, жүдеп келіпсің ғой. Міржақып жатқан Сосновецкідегі лагерде Ғани Жамал мен Әлтай 1 ай болады. Бұл екеуінің тағдыр бұйыртқан ең соңғы кездесуі еді. Ең соңғы кездесу екенін мүмкін екеуі іштей сезген де шығар. Азапқа, михнатқа, айдауға әбден көндіккен Міржақып оны сездірсін бе? Ең соңғы кездесу екенін анық сезе алмаған бір адам болса, ол тек қана Әлтай еді. Мүмкін әкесінен жырақта жүргендіктен ерте есейіп, ол да сезген болар. Әлтай бұл уақытта бар болғаны 9 жаста еді. Ал 10 жылға жер аударылған Міржақыптың әлі алда 5 жыл бар еді. Міржақыптың 6 жыл ішіндегі көрген қорлығына, абақтының азабына қарамастан өзгермегеніне Ғани Жамал шүкіршілік айтып қайтады. Әкесі сөйлеген доларында болды. Доларым, салға. Қайран алсын. Құраным-ай, қанатыңды қайырдау. Қиналғаныңды білдіргің келмейді, көзіңнен көрініп тұр. Азапты күн кешіп жүрген. Алаш ел үшін сіздей қамқоршы азаматтар керек-ақ. Келешек ұрпақ сіздің есіміңізді мәңгілік есінде сақтайтын болады. Міржақыптың қызы Гүлнар Міржақып қызы өзінің ой толғауларымен бөліспекші. Менің мынау қолымда әкемнен қалған 7 хат қалды. Хаттарында әкем аман сау екенін, жұмысы ауыр екенін, сол ауыртпашылықты көтеріп, аман сау жүргені, елін, жерін, туған туысқандарына деген сағынышы еді. Ертең шығамын-ау, ертең осы тас қапастан шығамын-ау деген үлкен үміті бар еді. Бұл дүние бір кезекте тұрмайды ғой. Жақсылықты да, жамандықты да көрдік. Менің әкеме деген сағынышым осынша 95 жасқа келген
дене сөнбек емес, сағынышым басылар емес, басылмақта. Мен әкемді және алаш зиялыларын 1988 жылы ақтап шықтым. Соның құрметіне осы алаш зиялылары менен әкемнен қалған деректерден 2 кітап жазып шығардым. Шындықтың сөнбес шырағы деген кітабымды шығардым. Алаштың сөнбес жұлдыздары деген кітапты шығардым. Ендігі кейінгі ұрпақ сіздерге қалдыратыным осы алаш зиялыларынан қалған өнегелерін сіздер бойларыңызда рухани күштеріңіз оянып, алға жылжуларыңызды, еліңізді, жеріңізді, сүюлеріңізді аманат етіп қалдырған сол аманатты орындауға сіздерге тапсырдым.